Ғалымдар күніне 800 грамм жеміс-жидек пен көкөністерді қабылдау адамның өмірін жасын ұзартатынын дәлелдеп шықты. Әр күнде 80 граммнан 10 мәрте көкөніс пен жеміс-жидекпен қоректену адамның өмір жасын недәуір ұзартуға ықпалын тигізеді. Лондондағы Империал колледж ғалымдарының себебінше ұсынылған әдіс бойынша тамақтану 7,8 миллионға жуық мезгілсіз өлімнің алдын алуы мүмкін. Бір реттік 800 грамм бұл небәрі бір тал банан, алмұрт немесе 3 қасық бұршақ. Бұл күнделікті тұрмыста қолданылатын және кең тараған жеміс көкөніс түрлері. Ал оларды мүмкіндігінше көп пайдаланса, сәйкесінше ағзаға пайдасы да арта бермек. 200 грамм көкөніс пен жеміс-жидекті пайдалану жүрек қан тамыр ауруларынан болатын өлім деңгейін 13%-ға, қатерлі ісік ауруларына шалдығу деңгейін 4%-ға, мезгілсіз өлім деңгейін 15%-ға, 800 грамм көкөніс пен жемісті пайдалану жүрек қан тамырлары ауруларынан болатын өлім деңгейін 28%-ға, қатерлі ісік ауруларына шалдығу деңгейін 13%-ға, мезгілсіз өлім деңгейін 31%-ға төмендетеді. Бұл нәтижелер 22 миллион адамның қатысуымен ұзақ уақыт жүргізілген 95 түрлі сараптамалық зерттеу нәтижелері бойынша алынып отыр. Яғни дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы кем дегенде тәулігіне 5 мәрте 400 грамм шамасында кез келген тіпті мұздатылған көкөніс жемістерді қабылдауға кеңес береді. Дендеріңізге саулық тілеймін. Іске сәт.